Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрт жасаудың рецептін көрсететін боламын. Яғни үй жағдайында құртты дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындауға шақырамын. Ең алдымен бізге айран қажет болады. Айранды алдын ала марліге немесе таза осындай ақ матаға бүкіл айранды құйып шығамыз. Мен де қолдың айраны рецептін төменгіге қалдырып қоямын. Үй жағдайында айранды дайындап, одан құрт жасауға болады. Осылайша үстіне 1-2 қасық тұз саламыз. Тұз әрине өздеріңіздің дәміне қарай. Менде 3 литр айранға 1 қасық тұзды салдым. Қалауларыңыз бойынша 2 қасық, 3 қасық салсаңыздар да болады. Енді осылайша айранды 2-3 күнге іліп қоямыз. Яғни менің жағдайымда балконға іліп қойдым. Егер сіздерде жер үй болса, онда далаға іліп қойсаңыздар да болады. Менің жағдайымда балкондағы терезенің есігіне іліп қойдым. Осылайша сары суы бізде бөлектену қажет. Міне менде айранның сары суымен 3 күн бойы тұрды. Бізде қатық пайда болды. Осылайша қатықты 1 күнге қойып қойсаңыздар, ол аши бастайды және қышқыл дәм болған сайын сіздерде құрттарыңыз дәмді болады. Осылайша өздеріңізге ыңғайлы етіп форма жасаймыз. Форма жасап жатқан кезде құртты қоятын тарелкаңыздың үстіне ас сүлгісін қойып қойыңыздар, себебі бізде астында тағы да жидкость бөлінеді, сары су бөлінеді. Сондықтан ас сүлгісінің үстіне қойып қойыңыздар, 1 күн бойы осылай тұруы қажет. Міне осылайша бізде құрттарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады және ең бастысы үй жағдайында жасалынған құрт. Менің видео рецепттерім ұнаған болса, каналыма жазылып қойыңыздар. Жаңа рецепт салған кезде сіздерге бірден хабарлама келетін болады. Осымен үй жағдайында құртымыз дайын болды. Сіздермен болған күн наз. Келесіде кездескенше.